Жохан жазған ізгі хабар 21 тарау. Бұдан кейін Иса Тиберия көлінің жағасында тағы бір рет шәкірттеріне көрінді. Бұл бұлай болған еді. Шимон Петр, сыңарлас Тома, Галилеядағы Қана қаласынан шыққан Натанаил, Зебедейдің ұлдары және Исаның тағы басқа екі шәкірті бәрі бірге болды. Сонда Петр серіктеріне: «Мен балық аулауға бара жатырмын» деді. «Біз де барайық» деді олар. Содан барлығы сыртқа шығып, қайыққа мінді. Алайда сол түні олар түк те ұстай алған жоқ. Таң сәріде Иса жағада тұрды, бірақ шәкірттері оның сол екенін білмеді. Иса оларға: «Жігіттер, балықтарың бар ма?» деп үн қатты. Олар «Жоқ» деп жауап берді. «Ауды қайықтың оң жағынан салыңдар, сонда біразын ұстайсыңдар» деді Иса. Олар ауын тастаған соң, түскен балықтың көптігінен оны тартып шығара алмады. Сол кезде Исаның жақсы көретін шәкірті Петрге: «Бұл иеміз ғой» деді. Бұл иеміз ғой дегенді естігенде, сырт киімсіз жүрген Шимон Петр көйлегін буып алып суға секірді. Басқа шәкірттер де қайықпен жағаға беттеді. Олар жағалаудан алыс емес, 100 метрдей жерде жүрген еді. Бұлар балыққа толы ауды сүйретіп келді. Жағалауға шыққан олар күйген ағашпен жағылған отты, оның үстіндегі балық пен нанды көрді. Иса оларға: «Қазір ұстаған балықтарыңнан әкеліңдер» деді. Петр суға түсіп, үлкен-үлкен балыққа толы ауды жағалауға сүйреп шығарды. 153 балық бар екен. Балық сонша көп болса да, ау жыртылмапты. Иса оларды: «Енді келіп тамақтаныңдар» деп шақырды. Шәкірттерің ешқайсың кімсіз деп сұрауға батылы бармады. Себебі олар оның иеміз екенін білді. Иса келіп, нан алып, бұларға үлестіріп балықтан да берді. Бұл Исаның өлімнен қайта тірілгеннен кейінгі 3-ші рет шәкірттеріне көрінуі еді. Олар тамақтанып алғаннан кейін Иса Шимон Петрден: «Жохан ұлы Шимон, сен мені мыналарға қарағанда көбірек сүйесің бе?» деп сұрады. «Иә, ием, сізді жақсы көретінімді білесіз ғой. Тоқты қозыларымды бақ». Иса 2-ші рет: «Жохан ұлы Шимон, сен мені сүйесің бе?» деп сұрады. «Иә, ием, сізді жақсы көретінімді білесіз ғой». Иса оған: «Қойларымды бағып жүр» деп тапсырды. Иса 3-ші рет: «Жохан ұлы Шимон, сен мені жақсы көресің бе?» деп сұрады. Иса: «Сен мені жақсы көресің бе?» деп 3-ші рет сұрағандықтан, Петр мұңайып: «Ием, сіз бәрін де білесіз, сізді жақсы көретінімді де білесіз» деді. Иса оған: «Қойларыма қарап жүр. Саған өте маңызды шындықты айтамын. Жас кезіңде сен беліңді өзің байлап қалаған жағыңа бардың, ал қартайғанда қолыңды созып тұрасың. Сонда басқа біреу беліңді байлап, барғың келмеген жаққа еріксіз ертіп кететін болады» деді. Иса мұны Петрдің кейінірек қандай ажалмен өлетінін алдын ала білдіру үшін айтты. Сол өлімі арқылы ол Құдайдың ұлылығын паш ететін болды. Иса осыдан кейін оған: «Мен жүріп өткен жолмен жүр» деп тапсырды. Петр артына бұрылып, Исаның жақсы көретін шәкіртінің ілесіп келе жатқанын көрді. Ол кешкі ас кезінде Исаның қасында жантайып жатып: «Мырза, сізге опасыздық жасайтын сол адам кім?» деп сұраған шәкірт еді. Петр сол шәкіртті көргенде Исаға: «Ием, ал мынау ше?» деді. Иса: «Қаласам, мен қайтып келгенше ол осында болады. Онда сенің не шаруаң бар? Өзің мен жүріп өткен жолмен жүр» деп жауап берді. Бұдан кейін бауырластар арасында сол шәкірт өлмейді деген сөз тарады. Бірақ Иса Петрге өлмейді деп айтқан жоқ. «Қаласам, мен қайтып келгенше ол осында болады. Онда сенің не шаруаң бар?» деген еді. Осының бәріне куә болып, барлығын жазып қалдырған әлгі шәкірт, біз оның куәлігін шынайы екенін білеміз. Исаның істеп кеткен көптеген басқа да істері бар. Олар туралы толықтай жазса, жазылуға тиісті кітаптар, менің ойымша, бұл дүниеге сыймас еді. Аумин.